Елбасының кеше жарық көрген ұлы даланың жеті қыры атты мақаласы өлкеміздегі зерттелмеген көптеген елді мекеннің тарихын жаңғыртуға таптырмас мүмкіндік. Сондықтан дер кезінде қарекет ету керек дейді Жетісу газетінің тілшісі Қажет Аңдас. Мәселен, былтыр президенттің болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы аясында еліміздегі киелі мекендерді анықтау жұмысы бастау алған еді. Соның арқасында Қазақстан ғылыми зерттеу орталығының өкілдері республикамыздағы тарихи өлкелерді анықтап, 2 томдық кітап шығарды. Оған облысымыздан 41 нысан енді. Бұл жинаққа енгізілмеген тарихи орындар әлі де көп дейді ол. Осы Жетісуда ең алғаш мыс өңделген. Бұның барлық айғақтары Талғар қаласында жатыр. Балқаштағы Қаракемер қаласында жатыр. Сонымен бірге Қойлықта жатыр. Ал сонымен бірге бағана айтты, гүл менен алма туралы айтатын болсақ, Жетісу негізінен алманың мекені саналады. Мысал Сарқан ауданындағы Сибирис алмасы. Бұл дүниедегі алмалардың ата мекені. Осы келі Қазақстан бойынша облыста жүргізген жұмыстарда 500-ден астам тіркеуге түспеген қасиетті нысанның бар екендігі айқындалды.